Амансыз ба Берікхан мырза, бүгінгі біздің подкастқа қош келдіңіз дейміз. Мынау атам қазақта әдемі сөз бар, аянды бала дейтін. Сіз өзі анаңыз түсінде көрген аянды баласыз. Сол туралы тоқтап айтып беріңізші, қалай болды? Саламатсыз ба? Рахмет сіздер осы бағдарламаға шақырғаныңызға. Енді айтайын дегенім, мамам 72-ші жылы Қарағанды мемлекеттік университетіне оқуға түсіп, экономический факультетіне. Сонда 3-ші курста оқып жүргенде Қостанай қаласына барған. Өзінің подругасымен бірге, Фарида деген подругасымен бірге Қостанайға барған. Сол обед уақытында шай ішіп отырғанда әкесі келген, подругасының. Сосын ол кісі, оказывается, генерал екен. Сол генерал милиция. Сол кісі шай ішіп отырып, менің анама қолына 4 бауырсақ ұстатқан ғой. И былай деген екен жаңа кісі: қызым, сенде 4 ұл туылады, сол 4-еуі де солдат болады деп, сондай бата берген, аян жасаған. Сонымен мамам аумен деп сөйтіп жүргенде біз 4 ұл туылды. Мен үлкенімін, 4-еуміз де погон таққанбыз. Екеуі милицияда, біреу финанс полицияда істеді, біреу КНБ-да. Сонымен бәріміз погон таққанбыз. Жалпы енді бұл погон таққан адамды жұмсақ қып тәрбиелеу, ол енді ананың бір ерекше ыждахаттылығын қажет ететін шығар. Сіздің өзіңіз органда 30 жыл істесеңіз де не түріңіз келмейді, не бай сөйлеген сөзіңіз келмейді. Сіздің осы камераның алдына шығып, осылай еркін сұхбатқа келіскеніңіздің өзі бір басқаша бір ой туындатады екен да. Жалпы айтыңызшы, анаңыздың тәрбиесі қандай болды? Енді былай айтсақ болады, біз 4-еуміз, мен бойымды көріп отырсыз, біз 4-еуміз ұзын бойлы, денелі, 4-еуміз де спортпен айналысқанбыз. Мына мектепте оқып жүргенде 4-еуміз атаман болғанбыз мектепте. Бірақ үйде жұмсақ болдық. Неге? Біз 4 ұлмыз, 2-еуі үйге қарайды, 2 ұл малға қарайды. Бізде бір 10 шақты сиыр болды, қойларымыз, жылқылар болды. Сонда өзіміз тамақ істейтінбіз. Сол 4-еуміз бөлінетіміз. 2 бала, бір апта 2 бала малға қарайды, 2 бала үйге қарайды. Сонымен 4-еуміз де тамақ істеуді білеміз. Келген қонақтарға сервировка жасаймыз. Сондай моменттің бәрі бар. Енді әке-шешем екеуі де жоғарғы білімді. Үйге келген қонақтар тоже сондай үлкен кісілер болатын, мәдени болмаса, интеллигенцияның кісілері. Сол біз сонымен өскенбіз кішкентайымыздан бастап. Негізі мен әжесінің баласымын. Әжемнің қолында өскенбіз. Сонда әжелерім мен арқасына салып алып сүйреп жүретін, апа мен аталардың ортасына. Солармен бірге солардың уағыздарын естіп, солардың әңгімесін естіп, солай өскенбіз біз. Жалпы енді тамақ істеу деген кезінде бір қазақи менталитетке бір жат нәрсе бар сияқты да. Ер азаматтар қазанның құлағын ұстай бермейді. Өзіңіз тамақ істеген кезінде қандай тамақтар істейсіз? Жақсы көресіз өзіңіз? Қай тамақты дайындағанды жақсы көресіз? Енді бұлай айтайын дегенде, мен өзім жақсы көретін сорпа. Өзім сорпаны жақсы көрем. Енді біз 4 ұлмыз. 4 ұл болғанда үйде қыз болған жоқ. Жаңа айтып едім ғой, мен анама сұрайтын: мама, туып берші, тағы бір қыз болсын, біздің қарындасымыз болсын деп. Жоқ, бала, маған аян берді, бізде 4 ұл болады деп. Сонымен мамам категорически қарсы болды. Сонда мен армандайтын, менде қарындасым болса деп. Енді Аллаға шүкір, өзімде 5 қызым бар. Енді біз өзіміз, анамыз жұмыста, папамыз жұмыста. Біз көмектеспегенде кім көмектеседі? Сонда біз өзіміз тамақ істейтінбіз, нан да пісіреміз, тамақтың түр-түрін жасаймыз. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде ешқандай ұяты жоқ. Әрине. Анаңыз жақсы көретін тамақ қандай? Анам негізі палауды жақсы көретін. Көп дайындайтын бедіңіздер? Палауды көп дайындайтынбыз, анамыз. Бізде сондай бір салт дәстүр болатын. Енді біз Совет одағында туылған балаларымыз ғой. Жексенбі сайын анамыз базарға барып, ет алып келіп, ет асады. Біз білеміз, жексенбі күні ет жейміз, ет асады. Сосын қазір бізде нелер көп қой, снекерсы, түр-түрлі шоколадтар бар. Ал бізде не болатын, неден істелген, петушок дейді ғой, қанттан істелген. Сонда петушок. Сонда анам қораз кәмпит. Сонда анам жексенбі күні базарға барып, сонда бізге 4-еумізге қораз кәмпит алып келеді.
біз білеміз сол кешке анамыз ет асатын сондай болған бізде сондай тарихта. Жалпы енді анаңыздың өзін азды кем сөз қылып жіберсеңіз, енді қазір бізде салық комитеті дейміз, кезінде сол салық комитеті халық комитеті болған деп айтады. Соған кішігірім тоқталып өтіңізші. Салық комитеті туралы мен айтайын дегенім, анам экономист болып жұмыс істеді. Сонда экономист болып жұмыс істеп жүргенде ол кісі өзі сондай принципиальный, таза, адал кісі етін. Сондықтан ол кісі народный халық бақылау деген, народный контроль деген қоғамдық общественный организация болғанда, сонда сол 86-91 жылға дейін народный контрольде мамам жұмыс істеді. Сөйтіп өзінің мамандығы бар, экономист. Плюс общественная нагрузка дейді ғой. Сонда мамам жаңағы народный контрольда істеді. Ол народный контроль дегеніміз не ол? Ол біріншіден, есіңізде ма, перестройкада зарплата болған жоқ, сосын бәрі талонмен болатын. Сол талонды дұрыс бөлінсін деп, халыққа жетсін деп, соның бәрін бақылайтын, тексеретін. Сосын бұрындар спекуляция деген болатын. Сол спекуляцияны қымбат сатпасын заттарды, соны тексеретін. Біз сонда көрдік, үйге көп кісілер келетін, жаңағы магазиндікі, үлкен нелердің сататын орындарының заведующилар келеді, сонда мамамызға сыйлық алып келеді, ақша тастайды. Мамам категорически сондай нені мүлдем алмайтын, айтатын жоқ деп, мен адал болуым керекпін деп, мен сосын халықтың бетіне қалай қараймын деп, сол народный контрольде мамам жұмыс істеп жүрді. Сөйтіп жүргенде 91 жылы не пайда болды? Государственный налоговый комитет. Сол анам народный комитетте істеп жүргенде ең алғашқы ұстаз болған Дербісов, Еркешбай ағамыз Дербісов. Сол кісі анамды көрді, қандай адал кісі екенін. Ол кісі жаңағы ең алғашқы тұңғыш государственный налоговый комитеттің председателі. Сол кісі анама, қызым осындай налоговый комитет ашылып жатыр, солған кел жұмысқа деп, сол кісі налоговый комитетке мамамды ауыстырды. Содан бастап 91-92 жылдан бастап мамам сол налоговый комитетте жұмыс істеді. Енді налоговый комитеттің былай мақтанып айтсам да болады, мен мамам сол қалаушысы деп, салық бойынша сол ең бірінші мынау заңдарын, сосын салықтың түрлерін, сосын салықтың қызметін, осы кісілер қай жері дұрыс, қай жері бұрыс, сол жағы Еркешбай Дербісов деген ақсақалға айтып отырған анамыз. Ақсақал мынаны былай істеу керек, мынаны былай істеу керек деп сондай ақылын беріп отырған. Содан кейін көп тәжірибе алды ол кісілер. 90-шы жылдары енді Қазақстан мемлекеті енді өсіп, өніп келе жатқан кезі ғой. Сонда салық жүйесіне менің анам бірінші үлесін қосқан кісі. Мақтанышпен айтуға тұрарлықтай дейсіз. Иә. Жалпы енді анаңыз жұмыс басты, балалардың тірлігі үйде жүріп тұр, дегенмен де жаңағы сіздерге айтатын ақыл қандай? Енді ең бірінші ақылы адал болыңдар деп. Құлағымызға күніге қоятын. Адал бол деп. Адал бол. Біреудің ала жібін аттама, адал болыңдар деп. Есіңіздерде болса, бұрындары Совет одағында Юрий Андропов деген бірінші секретарь болған. Ол кісі КГБ СССР-да істеген, сосын бірінші секретарь болды. Сонда мамам үйімізде портрет ілініп тұратын, Юрий Андроповтың жаңағы адал, таза кісі депті. Енді мамам соны кішкене идеализировать ететін да. Бізге де айтатын, балаларым, осы кісі сияқты сендер де адал болыңдар, таза болыңдар деп сондай құлағымызға құятын. Мен тұңғышы болғандықтан маған да айтатын, балам, Берікжан дейтін, Берікжан, бірінші арба қалай жүреді? Мына келесі арба тура солай болады деп. Сен қазір жүрсең дейді, бір нәрсе бүлдіріп, бір нәрсе жаман қылықтар жасап, мына інілеріңде тура сондай болады деп. Сондықтан мен орта мектепті де, мына жоғарғы оқу мектебіні бәрін отличиемен бітірдім, үздікке бітірдім. Сосын жақсы үйлендім, жақсы жанұя інілеріме үлгі болсын депті. Сондықтан мына кішкентайымыздан анамыз құлағымызға құйып қойған, ең бірінші адал бол, екіншіден
түзу жүр деп. Сондықтан жаңа сіз айтып жатсыз, мынау ішкі істер органына вообще мына қызметкерлер қалай жұмсақ болады, болмаса негізі қатыгез болу керек деп, сондай жоқ, ондай одан емес. Ол ең біріншіден менде 3 білімім бар да, жоғарғы білімі. Енді көп кісілер айтады ғой, қанша білімің болғанмен тәрбие болмаса ол білім ешкімге керек жоқ деп. Сондықтан Бауыржан Момышұлы атамыздың сөзі. Иә, Бауыржан Момышұлы да айтқан, абыз ақсақалымыз. Сондықтан біз де ең бірінші тәрбиені бірінші орынға қойдық. Үлкенді сыйлап, кішкентайды сыйлап, енді әке-шешемнің мына төккен терін біз соны қадірлеп, енді айта кету керек, әке-шешем олар алдыға дейін жұмыста болады. Алттан келіп, жаңа айтып едім ғой, үйде мал ұстаймыз деп. Сосын өздері барып шөпке барады, шөп дайындайды. Сосын кешке келіп сол малға қараймыз, сиыр сауып, жаңағы өзіміз май жасап, құрт жасап. Сонда бұл енді бір шығарып отқан емес жағдайда, бұл өмірімде болған жағдай. Сондықтан бір кішкентайымыздан бастап анамыз адалдыққа үйреткен. Еңбекке баулыды, адалдыққа үйретті. Сізді сырттай 30 жылда бірде-бір рет жемқорлыққа жол бермеген азамат ретінде танимыз. Солай ғой? Солай. Бұл енді қазіргі заманда осы бір жаңа қасаң қағида бар ғой. Көресің, мынау органдағыларды, погондағыларды, жаңа шені барлар дейміз да, көресің да бірінші кезекте халықтың жаңағы ойы бір неге ауысып кетеді. Осы орайда ана тәрбие берген кезінде, мынау қанша жерден алдап тұрса да, ананың ақиқатына келген кезінде адам алдай алмайды ешкім. Иә. Сіздің анаңыздың ақиқатқа тым жақындығынан ба бұл жұқты ма сіздерге? Әлде әкеңіздің кішкене бір қаталдау бір мінезі болды ма? Енді айту керек, әкем мен өте жұмсақ кісі. Өте жұмсақ кісі, ол ешкімге қатты сөйлеп, ондай несі жоқ, жайдарлы, өзімен өзі. Әкем Қарағандыда политехнический университет бітірген, автодорожный. Сонымен жаңағы сол не бойынша, көлік саласы бойынша жұмыс істеген әкем. Сондай ешкімге зияны жоқ, сондай кісі. Әкем мейірімді, сондай өте көп кітап оқиды. Әлі до сих пор әкеміз кітап оқып жүреді. Бізге де сол папамның өзімде кітап оқысам, постоянно закладка қойып кетем, қызық ойлар болса, сосын аламда өзімнің дәптерімді көшіріп аламын, бір ақыл ойлар болса. Сонда мен кешке өзім жанұямда жиналғанда, мен қыздарым бәрі кешке отырып дастарханда отырғанда талқылаймыз, күндерің қандай өтті деп. Сонда қыздарым айтады, бұлай осындай болды деп. Сонда мен айтам, осындай жағдай болған, осындай кітапте осындай айтылған деп, сондай ақыл беріп отырам. Ол сол папамның бір несі, бір құдіреті да. Ал анамыз болса, анам да жұмсақ, бізге жұмсақ, бірақ жұмыста өте сондай талапшыл болған. Сондықтан біз осындай тәрбие алып өскенбіз, төртеумізде. Анаңызды айтқан кезде ең бірінші сізді қандай сезім өзі мазалап тұрады? Енді анам ерте кетіп қалды. Қанша жасыңызда? 61-де. Енді ол кезде сіз қаншада едіңіз? Где-то 35-терде. 35-терде? 35-36-да. Енді қызық өмір, жаңа 4 ұлды 4-інде үйлендіріп, солар енді қызығын көрейін деп бастайын деп атқан кезінде, енді анамыз жаман ауруға шалдығып, сон ауырып қалды. Сондықтан ерте кетіп қалды. Сол кезде кей кезде ойлаймын, папам да айтады кей кезде, балам дейді, қараш дейді, мамаң дейді, мынау мемлекет үшін, мына бюджет үшін сол ақшаларды талан-таражға кетпесін деп, бюджетке ақша құямын деп, қанша солармен күресті, соттасты, біз үшін емес, жанұя үшін емес, біреудің несі емес, интерес емес. Бұл жерде именно мемлекетті бірінші орынға қойды анамды. Сондықтан сонда постоянно уайымдайтын, мынау қалай болады. Сонда анам ауырып қалды, сол жаман аурумен да, сонымен ұзақ өмір сүре алмады. Енді қазір есіме анам түссе, сонда ойлаймын да,
анам қазір жүретін еді біздің жанымызда. Қуанып, тойға барып, немерелерді сүйреп өзімен бірге. Ал енді көріп отырсыз, адал кісі болғандықтан ең бірінші ол мемлекеттің мүддесін бірінші орынға қойды. Сондықтан біз де осылай қарап өстік кішкентайымыздан. Мемлекеттік мүдденің не екенін ананың әрекетінен байқап өстіңіз. Иә. Кішкентайымыздан солай қарап өстік. Енді біз баласы болғандықтан жанында көрдік қой. Мамамыз қалай қиналғанында, сонда қазір айтып берейін, қалай не болған, не істелген. Анам енді оңтүстікте өскеннен кейін орыс тілін онша білмейтін. Жаңағы сондықтан кешке отырып алып кітап оқитын. Анам сол мына мен біреуден кем болмайын деп орысшасын жақсылап меңгерді, орыс тілді. Сонда айтатын, мен орыстардан да мықтымын деп. Қазір орыстар түсінбейтін сөздерді мен айтып бере аламын деп бар ғой. Сонда мамам өзі экономист қой. Сонда орыс кісілер түсінбесе де мамам түсіндіріп береді. Это так деп бар ғой. Сонда молодец деп бәрі үлкен кісілер мақтайтын анамды. Содан кейін жаңағы салық жүйесін қалаушылардың бірі деп айттым ғой мамам кезінде. Сонда да мамам үйреніп отыратын. Біз қарайтынбыз, біз жататынбыз кешке ұйқыға. Бір оянып кетесің, су ішем деп. Барып қарасаң түнгі 2-3 анам отырады. Налоговый кодекс оқып, басқа да кодекстерді оқып, соны не істеуге болады? Заң жаттап отырады. Анамда түнгі 2-3-ке дейін отырады. Қарайсың, мама қашан ұйықтайсыз? Қазір балам жатам деп не қылады? Сонда мен қараймын, сол кезде сонда еңбекқорда анамыз түнгі 2-3-ке дейін отырып, заңдарды оқып, нелерді тексеріп, мекемелерді қай жерден бұлар жасады, бір дұрыс әрекет жасамаған, сондай қай жер бір салық төлемеді деп, соның бәрін тексеріп отыратын түнімен. Сосын таңертең біз уже тұрсақ сағат 7-де тамағымыз дайын тұрады. Анамыз бізге сол айран сүтін беріп, кашаны беріп, бізде мектепке шығарып салады. Бізде енді жата бермейміз. Бізде де как солдат сияқты 7-де тұрамыз. Қарайтын малымыз бар, дайындайтын тамағымыз бар. Бізде 7-де тұрып, әке шешемізге көмектесіп, бізде де сол өзіміз үлесімізді қостық. Сондықтан бізде көрдік қой, анамыз соны еңбегімен алды. Тілді, орыс тілді да еңбегімен алды. Жақсы меңгеріп кетті орыс тілін. Екіншісі мына салық жүйесі бойынша анам еңбегімен тоже оқыды, түнімен отырып дайындалды. Сосын салық жүйесі бойынша үлкен кісілер айтып едім ғой, Еркешбай ағамыз Дербісов деген, сол кісі анамды 2-3 рет областной комитетке шақырды. Қызым, осыны өзің басқар деп. Анам барған жоқ. Ақсақал, рахмет, мен осында бала-шағаның жанында бізді ойлады. Осы балалардың жанында сізге көмек болам, айтып отырам деп, сөйтіп жүрді анамыз. Сонымен енді бұл ананың жауапкершілік. Ананың баланың алдындағы парызы мемлекет алдындағы парызымен ұштасып тұр. Жалпы қазір біздің қоғамда осындай тек қана мансап қуалап кетпей, немесе тек қана бала қуалап кетпей, екі ортада баланы ұстап отырған аналар көп. Иә. Олардың бірақ аты жарыққа шықпай жатады. Бұл жағдай сіздің анаңыздың жаңағы әдемі естеліктерінің бірі ретінде қай сәтін еске түсіреді? Бұл енді тек қана жаңа мансапқа барғанынан бөлек. Сіздерді жалпы оның ақылы мансапқа жетеледі ма, жоқ әлде қашанда бір баланс ұстауға үйретті ма? Енді біріншіден баланс болды ғой. Баланс болды ма? Иә, баланс болды. Неге оны айта кету керек? Жаңа сіз айтып отырсыз, мемлекет бір жағынан жанұя деп та, анам өте қатал, жұмысында қатал болды. 6-ға дейін жұмысын тиянақты атқарды. Сосын 6-дан кейін үйге келеді, бізге ана болады. Болды. Балаларым, давайте тамақтарыңды ішіңдер, мына жұмыстарың бітіріңдер, ойнасаңдар ойнап келіңдер деп, сондай ақылын беріп отыратын. Сондықтан бізде баланс болды. Сағынасыз ба қазір? Сағынам. Бір қай сәттер еске түседі? Сағынышпен еске алған кезде. Енді уже жасым 50-ге жақындап қалды, қазір 47-демін. Енді келіп мен еркелейтін ананы, енді тұңғыш болғандықтан ананың алдына келіп аяғына жатып алам, басымды сипалап отырады, Берікжан деп ақылын айтып отырады. Сол есіме түседі. Сонда кішкене не қыласын, жас шығады, не қыласын, анамды сағынасың. Иә.
Ал енді өзіңізден кішкентай бауырларыңыз анаңызды сағынған кезінде қалай жұбататын едіңіз? Сіз енді былай ғой, үлкен балаға ауыртпалық осы отбасына түсіп жатқан ауыртпалықпен тең түседі дейді. Үлкен балада жауапкершілік үлкен. Иә. Одан кейінгі балдар бірдеңе білдірсе де үлкен балаға қарай сұрау болып жататын сәттер болады. Сіз енді өзіңіз 35-те болсаңыз, кішкентайыңыз қаншада болды ол кезде? Онда 2 қызым болды. Кішкентайым где-то 8-9-да болды. Ал бауырларыңызды қалай жұбататын едіңіз? 2 қызыңыз әжесін іздеген кезде қалай жұбататын едіңіз? Енді қыздарыма енді түсіндіру қиын болды ғой. Енді айтатыны әжелің кетіп қалды, алысқа кетіп қалды, енді келмейді деп, сосын түсінді ғой. Ересек болғаннан кейін. Ал інілерім енді жаңа айтып кеттім, 4-еуміз де погон тақтық деп. Сондықтан бір жағынан оларға бір нәрсе айтуға да маған ыңғайсыз болды. Олар өздері де түсінді ғой. Енді 3 інім, біз 4-еуміз ғой үйде. Бізде ондай жоқ, інісі ағасын сыйламау, ағасы інісін сыйламау деген. Қазірде де әрқайсымыз уже 40-тан асқанмен сыйлап өстік. Қазірде де сыйластығымыз бар. Қазір абысындар да бір-бірімен тату, өте тату, бір-бірімен араласады, жақсы араласады. Енді ол біріншіден біз мына ағайындар тату болғандықтан, сол абысындар да тату. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп дейді. Иә. Осы орайда бір қазақтың несі есіме түсіп кетті. Әңгімесі бар. Жалпы 4 абысын отыр дейді. Жаңағы отырып алып бір-біріне біз болмасақ бұлар қайтер еді деп айтады дейді. Сөйтсе жаңағы анау өзін еркек сезініп, өзің жаңа үйдің тірегі санап жүрген жаңа 4 ағайынды келеді екен да, жаңағыларға айтады дейді. Әй, сен 4-еуің біздің арқамызда ғой деп. Сөйтіпті да енді күйеулерінің бетіне қарай алмайды, жаңағы қарсы келмейтін аналар алады да 4-еу жаңағы күйеулеріне шай тамағын беріп шығарып жібергеннен кейін, давай-ка былай істейік, сынап көрейікші олар бізсіз қалай болады екен деп. Сөйтсе кішкентай үйіне барып отыр дейді. Үйіне барып отырады да сонымен айтады ғой, сенің ағаң бағана байқадың ба, тамақ алған кезінде ана бауырына сәл жаңағы ана қамырауқатты біз бірлегеннен жейміз, бүйтіп түртіп береміз, жаңағы көпте ұсап қойды ма деймін деп. Онда тұрған не бер дейдіңіз. Сөйтіп сонымен жайлап ана ортаншысы келеді да, сенің ағаң ініңе мейірімді көбірек жаңағы бөлетін сияқты, байқадың ба деп. Әрқайсысы осылай айтады. Келесі күн жаңағыдай ортаға тамақ келеді. Сөйтсе жаңағы 4 азамат отырып бір-біріне қарап отыра бастайды жайлап. Жаңағы кімге қалай ағасы мынандай отношение, қарым-қатынас жасап жатыр деген дейді. Сөйтеді да сонымен 3-ші күні анаусысы келіп кіреді. Сенің ағаң ана 2 ініңнің алдында дейді, жаңағы сәл бір саған артықтау мінез көрсетіп қойған сияқты ма деп. Сөйтіп жүріп жаңа 4 әйел бір қараса, ер азаматтары уже дастархан басына отырмайды. Сөйтеді да сонымен кейін 4 әйел қайтадан бір жерге жиналыпты, қой енді бұдан артық кетсек артық болады енді. Сөйтіпті да жаңағы айтыпты, отырғызыпты да, сіздер айттыңыздар, ол кезде сіз деп отағасыз деп сөйлейтін кезде ғой, енді отаналары отырып айтады. Сіздер айттыңыздар біздің арқамызда деп, енді не болып жатыр дейді. Сөйтіп 4-еу бір-біріне қарайды дейді. Енді әйелін кінәлайын десе, ол кездің ер азаматының жауапкершілігі үлкен, әйелін кінәлай алмайды жаңағы. Сөйтіп отырады да сонымен бір уақытта жаңағы отаналары кешірім сұрапты. Сіздер енді кешіріңіздер. Біз жаңа ұрпақты ғана емес, ұлтты тәрбиелейміз. Біз енді бұл жерде өзімізді бір бағамызды асыру емес, басқа емес, тек қана әрбір сөзге, әрбір іске мән беріп сөйлеу керек деп айтады дейді. Жалпы сіздің қазір әрбір сөзге мән беріп сөйлеуіңіздің өзінің астарында осындай бір ыждахаттылық жатқан сияқты. Ыждахатты аға ілтипатты інін тәрбиелейді. Енді анасы ерте кетті екен деп 4-еуі төбелесіп жататын ағайындыны да көріп жатырмыз. 4-еуінің сөзі қабысқанмен ісі қабыспай қалатын жағдайлар да болады. Бұл сіздің бойыңыздағы ыждахаттылықты сіздің бауырларыңыздың меңгеріп алуының өзі сіздің ана орнына ана болғаныңызды көрсететін сияқты. Жалпы сіз інілеріңізбен отырған сәтте анаңыздың қай тұсын көбірек әңгімелейсіз?
мына айтайын дегенім, енді әкем біз жиналғанда, үлкен үйге жиналғанда әкем айтады, балам дейді, мынау менің түрім жас болып отқаны дейді, денсаулығым да дұрыс болғаны дейді, ол сендердің дұрыс жүргендерің дейді. Сөйтіп айтады әкем. Сонда мен айтамын, папа неге деп сұраймын. Әке неге сөйтіп айтасыз деймін да. Балам дейді, сендер қазір жүрсеңдер дейді, арақ ішіп, наркоман болып, мен қазір шашым ағарып, озып, тозып, ауру болып, о дүниеге аттанатын едім дейді. Ал қазір дейді, сендер әрқайсың өздерің жанұяларың бар, өздері қызметтесіңдер, жұмыстарың бар, жақсы жарларың бар, бала-шағаларың бар, ешқандай бір-бірімен ұрысып жүрген жоқсыңдар деп. Сөйтіп әкем айтады, мына түсінікті деп не аламыз. Енді інілерімді жаңа айттым ғой, бір-бірімізді сыйлаймыз деп. Сонда інілерім сіз айтып жатсыз, ананың маған құдіреті маған келді деп та. Бір жағынан мен оған да сенетін шығармын. Біздің атамыз ол кісі Құранмен емдейтін бұрындары. Сонда бір үлкен Қарсыбай деген Көшербай деген ақсақал болды. Көшербай деген ақсақал жаңағы анам айтатын, қызым, мынау сен басыңа қонып жатыр, адамдарды емдеуің керексің деп, Құранмен емдеуің керексің деп. Сонда анам айтатын ақсақалға, ақсақал, мен мына мемлекеттің жұмысында жүрмін. Мен қазір жұмыстарым көп. Мен осы мемлекеттің интересі бірінші орында тұр. Сондықтан мен сол жұмыспен жүрмін. Мен бұны қабылдамаймын деп. Сон қазір ана кісі айтқан, ай қызым қара, ауырып қаласың ау деп сөйтіп неға. Сонда сондайдың бір несі бар шығар енді. Алланың құдіреті күшті ғой. Сол енді оны неге айтып жатырмын? Сонда анам айтатын, ой мына құдіретті біреуге неғыма жақпапты деп. Сонда мен мамам айттым, мама, бұны мен алайын, бұл құдіретті. Халықты, адамдарды мен емдейін деп. Сонда кішкентайымнан өзім жақсы көретін емдеуді да. Енді үшінім бар, қолын кесіп алса да, бір нәрсе ұрып алса да, өзім не қылып жүгіріп барып, немен лейкопластырмен жабыстырып өзім емдейтін. Сосын студент болып жүргенде де медбрат болып сөйтіп медбрат болып 4 жыл жұмыс істеп, қазірде де армияға кеткен інілерім келіп тұрады, неге увольнение келіп тұрады, сонда өзім емдеймін. Сонда өздерін лазареттер емдемеген, өзім емдеп, көмектесем. Білеміз ғой общий медицина. Сонда жаңағы пенсилин укол жасап, өз жанұяма да өзім укол жасай берем. Сондықтан анамның құдіреті сол маған енген ау. Жалпы енді былай ғой, бұл аруаққа сенетін қазақ, біз аруақ бар дейді, арқасы бар дейді. Сіз енді бұл адам емдеуді өзіңіздің мынау құзырлы органдағы кәсібіңізбен алмастырып қана қойған жоқсыз. Сіз қазір осы денсаулық сақтау саласында жүрсіз, министрлігінде. Жалпы сізді жетелеп келген анаңыздың сырқаттанып қалғаны ма, жоқ әлде жаңағы өзіңіз айтқан емдеуді жақсы көргендігіңіз ба? Бұл мен ойлаймын, бұл ананың сырқаттанып қалғаны. Мен айтайын дегенім, мен анамның сырқаттанғанынан емес, мен өзім жақсы көрдім кішкентайынан адамдарды емдеуді. Біздің көрші бір ақсақал болды. Ол ақсақал заведующий ветеринарный клинике болды. Сонда өзі, мен жас баламын, 6-7 класста оқитын, ол кісі уже 60-тан асқан ақсақал мені шақырып алатын. Балам, жүр көмектес, мына қой сой, мына қарамал сой. Сонда мен келіп, сойған кезде айтатын ана кісі, Берікжан, сен қолың жеңіл екен дейді. Мына сразу сойсаң, сразу не қылады екен деп. Қиналмай, бауыздайды екенсің деп та. Сосын үйретті мені, не қандай бөлшектегенде қалай істеу керек, не қылу керек. Сонда мен өзім кішкентайынан ойлайтын, осы хирург болсам қалай болады деп. Сонда кісі маған батасын беріп, балам хирург боласың деп. Енді сол айтайын дегенім, сөйтіп жүргенде біздің нағашыларымыз бала оқуға барсын деп, оқуға жіберді. Бізді мына Қарағанды жоғарғы мектебіне, сонда ұлттық қауіпсіздік комитетін несін бітіріп, жоғары оқуын бітіріп, сонда қалдым. Сосын зейнетке шыққаннан кейін
өзіме жақсы көргендіктен осы сала. Сонда көп жолдастар болғандықтан өздері де маған айтып отырды, жолдас жүрсейші бізге деп. Сонда мен ешқайсы ойланбай сразу же рұқсатын келісім беріп ауысып кеттім. Қазір сонда жұмыс істеп жатырмын. Енді керемет денсаулық сақтау министрлігінде. Комплайст. Ешкім естімеген осындай бір салада жұмыс істеп жатырсыз. Еліміздің әрбір қаланған ғимараттарының тасы еліміздікі болу керек деген сияқты. Иә. Тура солай. Бақылау ол тек қана бақылаудан тұрмайды, ол ар адалдығынан тұрады. Ананың ары баласында деп жатады. Сіз осы саланы ала жүріп, анаңыз қалай есептеді, дәл солай есептейсіз ба қазір? Иә. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мен коррупцияға қарсы комплайнс дейді, антикоррупционный комплайнс, сонда жұмыс істеп жатырмыз. Ең бірінші біз Қазақстан бойынша 560 объект салып жатырмыз ғой. Салғанда бәрін біз бақылаймыз. Өзімізді жоспарлаймыз. Проект болады, сол проект бойынша проектно-сметный документация соған сәйкес болу керек. Еш жаққа өзгертуге болмайды. Сондықтан біз өзіміз тексереміз. Жаңағы біз қанымызға сіңіп кеткен адалдық, тазалық, сондықтан біз бұл жерден пайда іздеп, біреуден бір нәрсе дәметіп, ондай жоқ. Ол біріншіден біз болмасақ кім жасайды? Әрине. Біз қазір ертең келешек осындай қандай үлкен жерді біз ата-бабамыз қалдырып кеткен, аманат жасап. Енді біз осы жерде осындай ғимараттар соғып жатырмыз, келешек, болашақ үшін. Сондықтан біз қазір дұрыс салмасақ, ертең 5-6 жылдан кейін ол құлап жатса, сосын қарғысын біз көреміз ғой. Әрине. Сондықтан біз қазірден бастап бәрін тексеріп, бәрі дұрыс болу керек. Проектно-сметный документация бойынша. Сондықтан ең бірінші бізде түзу болу керек, ешқандай айырмашылық болмау керек. Бізде сол жұмысымыз. Анадан балаға мирас болып қалған мемлекеттік мүдде сіздің қыздарыңыздың бойында бар ма? Бар. Мен айттым ғой, мен айтқанды жоқ шығармын, 5 қызым бар деп. Өзім армандағым, менде қыздар болсын деп өзіміз. Осы мен ойлаймын, сіздің анаңыздың аузы дуалы болды. Мен 4 ұл табуым керек деп 4 ұл тапты. Сіз мен ұл емес 5 қыз көремін дедіңіз. Анаңыздың ақысын алып берген дейді, жаңағы келіншегіңіз 5 қыз тауып берді. Енді ұл тәрбиесінде әні тәрбиелеп көрдіңіз. Қыз тәрбиесіне келгенде қалай қиысып жатыр бұл саны? Енді өзім армандайтын қыз болсын деп. Үйленгенде келіншегім айтатын, сол кезде 90-шы жылдары Кудряшка Сью деген бір фильм шыққан. Керемет кино бар. Дрю Берримор деген жаңағы актриса, аппақ, шашы бұйра. Мен сонда видеокассетаны саламда, келіншегім айтам, менде тура осындай қыз туылады деп, көресің деп бар ғой. И жаңағы үлкен қызым Алия туылды. Енді білмеймін, аузыма аян салған ба, бірдей ғой, Дрю Берримор не қандай суретті дейді, салыстырсаң бірдей. Аппақ, шашы, бұйра шашты, айтады, келіншегін таңғалам дейді, вот қалай айттың, солай шықты, сондай туылды дейді. Енді үлкен қызыма менің анамның мінезі еңді. Менің үлкен қызым да сондай мықты, адалдықты жақсы көреді, сосын несі бос сөз сөйлеу ондай жоқ. Көп кітап оқиды қызым. Бұрындары мектепте оқығанда лучший читатель деген не алған номинация. Сонда бір айдың ішінде почти 50 кітап оқитын, бір айдың ішінде. Сонда қызым оқып кегізде бір ұзақ сапарға шықсақ, сонда қызым көп нәрсе айтып отырады да маған. Папа былай осындай, былай деп мен таңғалып отырадым. Қызым, бұны қайдан білесің? Мен оқығам дейді. Молодец деп. Сонда мен қараймын, қызым кегізде түнгі 2-3-ке дейін отырады, кітап оқып, дайындалып. Соның арқасында қызым қазір шетелде оқып жатыр, өзінің саласы бойынша, филология бойынша. Алла жазса, осы жыл бітіреді. Сол анамның құдіреті сол қызыма
еңді қонғандай ерекше жақсы көресіз ба? Бәрін жақсы көремін, 5 қызым бәрін. 5 қызыңызды да жақсы көресіз ба? Бәрін жақсы көремін, иә. Анаңызға, енді бұл дәстүрлі сұрақ, ер азаматтарға қойылатын. Анаңызды ең қуандырған сыйлық. Сіз анаңызға сыйлық сыйлап көрдіңіз бе? Иә. Не сыйлайтын едіңіз? Мен анама жыл сайын туылған күніне алтын әшекей сыйлайтын. Сырға болсын, ожерелье, мынандай немен. Жыл сайын мамам 25 мамырда туылған, сонда жыл сайын мен сыйлаймын. Сосын сол әдет дейма, дәстүр дейма, соны мен өзім қыздарыма да жыл сайын бір алтын сыйлықтан беріп тұрам. Сырға болсын, не болсын. Сонда алла жазса тұрмысқа шыққанда, онда қолдарында бір 10 шақты алтын несі болады. Жасауын жинап жатсыз ғой алтынмен. Жай алтынмен сөйтіп жинап жатырмын. Ал анамның ең қуанғаны ол мен үйленгенім шығар. Үлкен сыйлық жасап тұрдыңыз. Иә. Адам екі нәрседен қателеспеу керек. Біреу жар таңдау, екіншісі кәсіп таңдау. Сіз әдемі жарды анаңызға сыйлап тұрсыз. Иә. Өзіңіздің келіншегіңіз. Анаңызға ұқсастысын айтсаңыз. Менің келіншегім өзі анам сияқты сондай момын. Иә, момын, несі мейірімді, балаларға сондай несі. Бірақ жұмысқа келгенде ол кісіде сондай талапшыл, тиянақты, ол кісіде сондай. Жалпы енді осы сіздердің бір арман мақсаттарыңыз бар ма? Елдік мүдде деген сөз, ол бір жерде бір жұмыспен ғана емес, елдің ортасындағы мәселелерді шешу. Иә. Депутат болу туралы ойланасыз ба? Жалпы. Мен расын айтсам, жұмыс істеп жүргенде ішкі істер органдарында сонда жанымда жолдастарым бар ғой. Соның құлақтарына құятын жігіттер, мына істеп жүрген жерің бұл бір қадам. Біз өсуіміз керек, өнуіміз керек. Біз елге, жерге, тарихта бір із қалдыруымыз керек біз деп. Атын тарихта қалса дейсіз ғой. Иә. Енді қараңыздар, мына қандай үлкен бізге осындай территория қалдырды ата бабамыз. Есі қазір біз болмасақ кім деп қайта айтамын да, сонда жолдастарыма да олар біледі, жиналып бір жерде отырсақ семьямыз, жанұямызбен жиналамыз, келіншектерімізбен, сонда олар біледі, сразу айтады, все, Берік қазір мемлекет туралы сөйлейді деп. Мен айтатын тілегім, ол еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деп, біз соны үлес қосуымыз керек деп, сонда мен арманым сондай. Біріншіден осы елімізге, жерімізге қызмет ету. Өмірімді берсем де көмектесу. Мен келешекте біз болмасақ кім? Айтады екен ғой, не надо спрашивать у государства, что оно может сделать деп. Кеннеди айтқан ғой, что ты можешь сделать для государства деп. Сол сияқты біз өзімізден бастауымыз керек. Өзіңнен бастауың керек, сосын жанұядан бастауың керек. Сондықтан өзімді тәрбиелеп, сіз айтып отырсыз ғой, жаңа қалай ішкі істер органда адам бұзылып кетпеді деп. Иә. Мен өзімді... Сіздің өзіңіздің көзіңіздің тұнықтығының өзі мысалға көрсетіп тұр. Ар жағында адам тұр деген сияқты бір ой қалдырады. Мен біріншіден бір күнмен өмір сүрген жоқпын. Мен келешекті ойладым. Мен де бұл қадамды ішкі істер органды бітірем. Неге пенсияға шығам, зейнетке. Сосын басқа да өмір бар ғой. Сол өмірге де көмектесу керек. Енді бұрын жас болдық. Мен айтайын дегенім, анамды көрдім, әкемді көрдім, қалай олар еңбекқор кісілер. Күндіз түні жұмыс істейтін. Күндіз түні мемлекетке 6-ға дейін жұмыс істейді. 6-тан кейін ол жанұя үшін жұмыс істейді. Сонда 6-дан 12-ге дейін полностью үйге қарап, малға қарап, жаңағы өзіміздің тірліктеріміз, сосын 12-тен бастап уже анамда, әкемде кітап оқып, заңдар оқып, соған дайындалды. Соған қарап біз өскеміз. Сондықтан мен жұмыс істеп жүргенде ешқашан бір күнмен өмір сүрген жоқпын. Мен де мына келешегімді ойладым. Қазір мына сіздің алдыңызда отырмын. Мен тазамын, адалмын да, мен бетке айта аламын да, ешқашан не қыла алмаймын. Сондықтан мен де сол келешекті ойладым. Мен де кімді көрсем де, жастар болсын, үлкен кісілер де болсын, бәрін айтып отыратын, ең бірінші ойлайтынымыз, мына біздің жеріміз, еліміз, халқымыз сол ел үшін, жер үшін жұмыс істеу керек та.
Ана туралы сағыныш дейсіз. Ана туралы сағынышты шығару үшін не ән салу керек, не жылау керек, не жазу керек деген сияқты. Сіз өзіңіз ән саласыз ба? Иә, мен ән айтуды жақсы көремін. Мынау караокеға барып, сонда өзім мынау жай сондай жайдарлы өлеңдерді жақсы көремін. Нұрлан Өнербаевтың Анашым деген өлеңді, басқа да өлеңдерді сонда караокеға барғанда жолдастарыммен, жанұямен сондай өлеңдерді айтамыз. Ана туралы ән естігенде елең ете қаласыз ба? Иә, Қосылып айтасыз ба? қосылып айтам. Қосылып айтам. Бір жағынан өзім де айтқым келіп тұрады кей кезде анам туралы. Өзім де тыңлап жүрген өлеңдерім де көбісі ана туралы. Ана туралы, әйел туралы, махаббат туралы. Сондықтан өзім де мына 5 қызды тәрбиелеп отқаннан кейін соларға үлгі тәрбие беру деп жаңағы жақсы өлеңдерді қоямын да. Үйімде де сондай бір дәстүр бар. Жақсы өлең қоямыз біз. Жақсы өлең деген қандай өлең? Жақсы өлең деген бұл мағыналы өлең да. Мағыналы өлең. Сондықтан кей кезде мына Ермек Тұрсынов деген бізде жазушы бар ғой. Ермек Тұрсынов кинорежиссер. Сонда ол кісі айтады екен: стариков много, ақсақалов не осталось депті. Жаңағы сол мен толықтай келісем. Неге? Ол біріншіден бұрындары мен кішкентайымда әжеммен бірге ол айтып едім, арқасына салып алып баратын кемпір шалдардың жанына жатқызып қойып, мен бауырсақ беріп қойып, мен тыңлап жататын, жаңағы олар әңгімесін тыңлап, уағыздарын тыңлап. Ал қазір соны сағынасың. Қазір ондай әңгіме айтатын әже жоқ, ата жоқ. Сондықтан өзім жаңағы дәстүр бар, жаңағы жанұямда жиналғанда, жанұя жиналғанда, жанұямның жолдастарым келгенде, сонда біз енді уағыз емес, бұл бір ақыл ой, сол үлкен кісілерден, ақсақалдардан, әжелер, аталардан келген солардың алтын нұсқауларын, соның бәрін жеткіземін мен жастарға, қыздарыма айтып отырамын: осылай істесеңдер былай болады, осылай істесеңдер былай болады, дұрыс болады деп та. Сондықтан үйге де ән шырқағанда жайдарлы, спокойная музыка дейді ғой. Сондай жай спокойный музыка қосып қоямыз. Әженің баласы, әженің қызы деген мынау статустың өзі қандай, сол кезде. Мен сонда әжесінің баласымын енді. Мен одан ұялмаймын да, айта берем де. Жаңа көбісі ұялады, мен ауылда өстім дегенде да. Мен ешқашан ұялмайтын. Мен айтатын: мен ауылда өстім деп, мен ауылда баласымын деп. Кейбіреулер айтады: мақтаныш қой ол. Мен мақтанамын, мен ауылда өстім. Мен сол ауыл ол біздің колыбель нации дейді ғой, жаңағы бесігі, ел бесігі, ауыл ел бесігі. Мен сол ауылда тәрбие алдым. Мен сол әже аталарымыз бізді үйретті, тәрбие берді, сыйлауды. Қазір көріңізші, қонаққа барсаңыздар, ешкім сіздің келіп қолыңызды құманмен қолыңыз жумайды, су құймайды. Ал бұрын болса, мен болсам үлкен әже аталардың қолын айналып шығатын, әрқайсының қолына су құйып, сонда әрқайсының батасын алатын. Иықта шашық дейсіз. Қолда құман, шашық бар, батасын алып отырам әр үлкен кісінің. Сонда ал қазір соны сағынасың. Сондай жоқ. Мен сонда өзім қыздарыма айтам, әнелерімнің балаларына айтам: осындай салт дәстүр бар, келіп құманмен қол құю керек деп, сондай өз жанұямызға сөйтіп салт дәстүрді енгізіп жатырмыз. Құманыңыз бар ма үйде? Иә, бар. Суды кім құяды қолыңызға? Қыздарым құяды. Қыздарыңыз құя ма? Иә. Өркенің өссін. Қандай әдемісіз. Әмин. Өркенің өссін деген. Жалпы енді сіз кішкентайыңыздан, мен де әженің қызым, білем. Әлі күнге менің бетіме қараған адам кемпірдің қызы деп қалады. Менің аузымнан шыққан сөзді кемпірдің қызының сөзі деп қабылдайды. Сізде де солай ма? Иә, менде де сондай. Жаңағы мен айтып кеттім ғой, бізде ақсақалдар қалмады деп ше. Сонда бір жағынан ойлаймын, қазіргі жастар да өзімізде мына сотка деген бәле болды. Соған кіріп кетеміз, ғаламторға. Жаңа қараймыз әлеуметтік желіде не болып жатыр, не қылып жатыр деп, сонда мына тәрбиеге мән бермейміз. Сондықтан жаңағы мен де айтып отырам өзім, келіншегіме айтам, балаларыма айтам: мына сотка деген жақсы, бірақ оған көп
мән бермеу керек. Ең бірінші тәрбие, екінші ол оқу, білім. Сонда біз ел боламыз, Иә. өсеміз, Мынау өнеміз. телефон деген нәрсе бізде мысалға үйге барамыз, үйге барсақ әкеміз біздің бала шағамыздың телефонын жинап алып қояды. Ал егер біреуі жыласа біздің телефон қосыла кетеді. Біз үйге бара жатқан кезінде телефонды сұрама, папа сұрағанда сразу бер деп балдарды үйретіп жүреміз. Ондағысы не, бір-біріне деген бауырмалдықты арттыру, немерелеріне деген, Иә. Дәл осындай не сіздерде бар ма қағида бір? Сіз телефонды ұстама демей, былай бір өнеге, үлгі көрсету сияқты. Немерелеріңіз енді Алла бұйыртса болады. Иә. Қандай сіз бір телефоннан алшақтату үшін қағиданы қолданған болар едіңіз? Мен қазіргі, мен кішкентай екі қызым бар. Біреу садикке барады, біреу 3-ші класста. Енді үлкен қыздарым, олар өсіп қалған, олар уже бәрін біледі, ақыл ой қонған. Мына кішкентай қыздарымна айтам, телефон керек кезде қолданасыңдар. Ал телефон керек жоқ кезде теледидар қараңдар, қазақ тілінде. Қазақ тілінде қарайды, сосын мен әдейі қазақша киноны қосып қоямын. Қазақша. Қандай кинолардың жанрларын қосасыз? Олар комедия жақсы көреді. Комедия қойсыз. Қазақша комедия, соны бәрін жақсы көреді қыздарым. Соны қарап отырады. Жаңа жақсы көреді комедияны қыздар. Сонда мен қыздарыма үйретем. Айтам, мына соткада деймін, сендердің көздерің ауырады бір. Екіншіден сізден уақыттарыңды алады. Екі. Үшіншіден ол жақсы үлгі бермейді деймін да. Ең бірінші бізден үлкен кісілерден тәрбие алу керек деп. Сондықтан жаңа айтып отырмын ғой, ақсақалдар қалмады деп. Сондықтан солардың орнын босатпау үшін, білдіртпеу үшін біз өзіміз үйретеміз. Мен үйретем, келіншегім үйретеді. Біз жиналған кезде де ағайын туыспен, жолдастар, жора жолдаспен, сонда біз балаларды, жастарды соларға уағыз айтып үйретіп отырамыз. Енді сіз қазір 5-1-дей болашақ ананы тәрбиелеп жатырсыз. Ең бірінші қай қасиетіне қыздардың мән бересіз? Мейірімділік. Мейірімділік. Иә. Мейірімділік әлемді құтқарады деп қоясыз. Иә. Әлемді тәрбиелейтін де, әлемді құтқаратын да мейірімділік. Анасының бойынан қызға жығады. Немесе әкесінің бойынан қызға жығады. Солай ғой? Иә, солай. Мен тағы айтасың. Айтыңыз. Мен органда істегеннен кейін, жаңа қыздарым біледі, мен өзім көп сөйлемеймін, сосын тиянақты айтсам, осылай жасайық деп та, например. Соны қыздарым тыңдайды, біледі оларды. И қазір қарап отырмын, үлкен қыздарым маған ұқсас жігіт іздейді. Әкесіне ұқсас жігіт іздейді. Мен айтамын, қыздар, ол дұрыс деймін да бір жағынан. Но қараңдар өздеріңе, сендер жақсы көрсе болды. Ең негізі сендер жақсы көрсін деймін да. Ол маған қарап, папа осындай деп неғмаңдар деймін да. Олар айтады, әкешім как идеал ретінде мені не қылады. Үлгі ретінде маған қарайды. Мен айтам, оған қарамаңдар. Бір жағынан бізде қарагөз мықты жігіттер бар. Сендер саған болған жақсы көрсе болды деймін да. Жақсы көрсе өздерің мемлекеттерін құрасыңдар деймін да. Иә. Сондықтан қыздарыма сондай үлгі беріп отырамын. Иә, әдемі. Ол жазылмаған бір қасан қағида ғой. Әкеге ұқсайтын жігіт іздеу деген. Иә, сол қыздарым сонда неғып отырады, қарап отырады. Елім дегенде жаңағы жанымды пида етуге дайынмын дейсіз. Дәл осылай жанын пида еткен қаһарман ананың атын айдай аспанға шығара беріңіз жалпы. Бүгінгі подкастқа келіп осы бір әдемі сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Жалпы бұл мынау қызметтегі шенділердің бір жаңаша бір қырынан тани бастаған сияқты әсер алып отырмыз. Енді мен тамақ істей салам, ода тұрған не бар, мен қызымды тәрбиелеп жатырмын деп, хотя ұлдардың арасында өссеңіз де. Алдағы күндерде де елім деген жүрегіңіз еміреніп, осындай халыққа игілікті істердің ұйытқысы болуыңызға тілектеспін. Әмин. Рахмет сізге.